Ассалаумалейкум. Прибыли Серикага на насосную станцию, которая находится вдоль дороги поселку Каинды. Конечно, она сейчас не функционирует. Мы опубликовали, что здесь идет разбор насосной станции на строительный материал по просьбе жителей. Жители сами не хотят, говорят, сами понимаете, опасаются, боятся, как хотите, так и понимаете. Прибыли на месте, видим, что все разобрано. И маленькие насосные станции мы тоже проехали, посмотрели. Жители говорят, около 8 их. Там тоже было разобрано именно в ФБС-ке вот эти блоки. Вот, Серикага. Мынау осы мәселе бойынша бір мәселе көтергенбіз Талғаттың каналында. Мынау осы бұзылып жатыр деп халықтың бір Қайынды ауылының халқының несі бойынша, ұсынысы бойынша, бірақ енді өздері видеоға түсіп айтуға бас тартқан. Сол ұсынысты біз жариялап, өздеріңіздер білесіз, біздің Арқалық қаласында қазір шындық айту өте қауіпті, өмірің үшін қауіпті болуы мүмкін, қазір көріп жатсыздар не болып жатқанын, сондықтан да қазір қудалау жұмыстары басталуы мүмкін. Сондықтан да осы мәселені өзіміз бір көзімізбен көріп, бұл қаншалықты шын, қаншалықты өтірік, соны көрейік деген мақсатпен келдік. Әрине бұзылып, талан-таражсып алып кеткен, енді болатын шығар, бірақ жалпы бұнда бұл бұзып алып кететін кірпіштің емес, оған үлкен ауыр техникалармен бұзылып алғаны көрініп тұр. Бұнда міндетті түрде биліктің рұқсаты болуы да мүмкін. Өздеріңіздер білесіз, 80 шақырымдық үлкен су қоймасы трасса, оның бүкіл трубалар қазылып алынып кетті. Ол туралы ешкім ешқандай жауап та берген жоқ. Әйтпесе ертең осыны бәрі іске қосқан кезде бұл бәрі нетеді ғой. Сондықтан да жердің астына трубаларды қазып кеткені көрініп тұр, қазып алынып кеткені. Сондықтан да осы мәселелерді әйтеуір өзіміз үшін де шындықты видеоға түсіріп қояйық деген мақсатта келіп қарадық. Шынымен бұзылып, алатын тегіс, үлкен техниканы алатын тегіс алып кеткен, керексіз болғасын қалдырған. Осы жол бойында, бірақ егер бұл баланста болатын болса, бұл егер стратегиялық маңызы бар, не ретінде бұл сақталып тұратын болса, бұны неге жауапкершілік адамдар жауапқа тартылмайды. Жалпы осы мәселе бойынша бір үлкен тексеріс жұмыстары болатын шығар, өйткені бұл нақты баланста болатын болса, енді болмайтын болса, бізде қазір бесқозын деген жақсы әдемі әдіс болып отыр, бесқозын деп қаланы бұзып тастадық қой. Сол сияқты осында солай бұзылған болуы мүмкін, бірақ мұнда міндетті түрде биліктің қатысы бар екен көрініп тұр. Өйткені биліктің қатысы болмаса, бұндағы ауыр техникамен ешкім бұзбайды. Ең басты сұрақ ол Серига, ол баланста кімде? Акиматта или АТЭК-те? Мен қаршы АТЭК-те шығар, потому что су беретін бізге АТЭК қой. Оны білмеймін ғой, мен жалпы біз халықтың айтқанын, халықтың просьбасын ғана орындаймыз. Дұрыс па? Бізге ешкім құжат көрсетпейді. Мынау бізде бар, мынау жоқ. Әлеуметтік желіде шум болғаннан кейін, мысалы, прокурор бір дүмпу болғасын бастайды. Қазір осының бәрін құжаттарын қалыпқа келтіріп алып, сендер жалған ақпарат тараттыңдар деген бір жалағыза жауы мүмкін. Сондықтан да осыған келіп отқан себебіміз сол. Осыны көріп кетейік көзімізбен. Ертең бұның бәрі бұл жерде болмады деп жатса таң қалмаймыз. Сондықтан осы мәселе бойынша осындай жағдай, жалпы болашаққа немқұрайлы қарамайтын азаматтар оны жаңағы осы жеткізіп айтып отқан дұрыс. Қазір сіз билікке официально болған бір сұрау салсаңыз да, оны сіз жауап бермейді. Ал әлеуметте көтерілген мәселенің бәріне жауаптар беріледі. Жауап беруге келмесе сені қылмысқа тартады. Өйткені себеп қазір бізде басқанымыз Арқалықта қазір осы шындық айтылмайтын бір үлкен науқан жүріп жатыр. Алды қамалып жатыр кешегі белсенді азаматтардың, қалғандарын осы қудалау тоқтамай тұр. Себеп өзіміздің жерлестеріміз де кәдімгідей осы үлкен бір науқандар жүргізіп жатыр. Ал бірақ саған сенім артып, бүкіл этаптан өтіп, ештеңеден әділдік таппағаннан кейін саған келіп сенім артып осындай мәселелерді айтқан азаматтардың айтқанын бір әлеуметтік желіге шығармасаң, сен де сатқын болып тұрасың. Сондықтан да шын ғой, сол сатқын болмайын дегенмен осы жүрміз. Стратегиялық маңызы бар. Бұл біздің еліміз үшін стратегиялық маңызы бар. Бұл Қараторғайдың су қоймасы, бұл қаланы сумен қамтамасыз ететін болашағы бар. Бұны консервацияға қою мүмкін, менің ойымша. Мен заңгер емес, мен мекеме істеп көрмеймін ғой. Бұны заң консервацияға қойып, жақсы уақытта қосамыз деген бір ұсыныстар болған шығар. Бірақ сол ұсынысқа жетпей тұрған қалды. Стратегический объект су, стратегический тепло, су. Тем более бізде су тапшылығы бар екен. Сондықтан да осылардың бәрін, ал енді бұған биліктің қатысы бар дейтін 9 жолдың торамында бұны үлкен ауыр техникамен бұзып жатқан біреу көріп хабарласа, мысалы бұған өзім ойлаймын, мынау құқық қорғау органдары
ешқандай арыз күтпей ақ осыны тексеріп қанның балансында бұл қашан шықты, бұл консервацияға қойылған мекеме ме жоқ, әлде бұл осылай енді дала тұрған затты любой үйге ешкім бұзып отырсыз. Сіз арқалықтан бар бірігіп салып жатсыңыз, таңертең сіз қанап тастайды. Оны алатындар сол жаңа биліктен рұқсаты барлар алады. Ана білесіздер, ана жердегі студент общагасын кім бұзып алған, одан анау аэропортты кім бұзып алғанын білесіздер. Соның барлығы осындай биліктің толықтай қатысы бар жұмыстар деп есептеймін өз басы. Әркім түсіну керек, біз билікпен күресіп жүрген оппозициялық топ емеспіз. Біз қызмет іздеп жүрген жоқпыз. Бізге келіп сіз мәселеңіз айтын, сол мәселені біз шынайы бағытта шығарғымыз келеді. Ол өтірігі болып қалуы да мүмкін. Сол өтірігіне сотқа сүйреліп жоқ. Біраз материалды шығармаймыз ғой. Біраз материал қаншама елден төмен жеке басқа тиіп кететін материалдар өте көп әкеліп жатыр. Мысалы кім кіммен қол ұстасып жүр, кім кіммен құшақтасып жүр деген фото видеолар жеткілікті ғой, бірақ ол жеке басқа тиетін болса шығарылмайсыз ғой. Себебі өйткені ол жеке бастың мәселесі. Ал жалпы елге байланысты халықтың жаңағындай осындай бір мұқтаждарына байланысты мәселелерді шығару саған сенім артып айтып кетсе, сен қалай шығармайсың, дұрыс па? Қайрат осының алда әкімнің ненің кезінде қаланың бар бюджеті 7 миллиардтың аяғында болды. Қазір 36 миллиард. Табысымыз сол. Қайраттың кезінде не табылды, налогқа сол түсті, сол где-то бір 1 миллиард көтерілген шығар. Біздің табысымыз, өзіміз табатын ақшамыз 3,5 миллиард. Отчетный встречада кімді сұрағанда айтты ғой, 3 миллиард 600. 3,5 миллиард. 600. Ал бізге 33 миллиардтай ақшаны былай беріп тұр. Ол не үшін? Ол біздің кешегі оян қазақты оятамын, ұлттық код енгізген Міржақыптың 140 жылдығына мемлекеттің беріп атқан ақшасы. Кеше тірісінде бағлама, өлісінде бір осы солардың ұрпақтары, осы арқалып тұратын Торғайдың ұрпақтарымыз, соларға бірдеңе болсын деп берген ақша. Біздің қазір бүгінгі тек салып атқан дүниеміз бір келесі жыл өзінің жемісін береді. Салып атқан аэропортымыз, ертең ұшатын адам болмай, оны обслуживать мамандар болмай жатса, ол артық шығын бола ма? Шығын болады. Мен әлі де өз көзқарасымдамын. Аэропорттың бізге әзірше керек емес деп. Бізге қазір жол келгеннен кейін бізде қандай экономикалық үрдіс пайда болады? Ол да, мысалы, біздің 2 жылда 3 жылдан бері жаққан күліміз экологиялық катастрофаға алып келіп тұр ма? Ол туралы бір ауыз сөз айтыла ма? Айтылмайды. Себебі ол экологиялық катастрофа. Әкімдер келіп кетеді, бұның зардабын біз шегеміз. Сондықтан қаншама қонақтар келеді, біреу көтермейді ғой. Керек емес. Новый объекттерге барады, көреді. Ол объекттен ол келген адам не түсінеді? Фото, видео түсірсе, болды, отчет болса істесе, болды. Солай. Сосын тағы бір түсінбейтін, мына екі ақ не. Әкімді қолдайтын, мақтайтын топ бар, дұрыс па? Халық бар, ол қолдайтын, мен қарсылығым жоқ, қолдау керек. Бірақ сіз қолдап жатсыз, біз олармен күреспейміз ғой. Біз осы проблемасын айтқан үшін бізбен үлкен ақсақалдардан бастап оның бүкіл мекеме болып күресуі бізге жаңағындай бір қиындықтар алып келуі, біздің соңымызға түсуі, бізді газет журналдан жамандауы, ол этиканың өзінің адамның тәрбиесіне деп ойлаймын. Түсіндің ба? Кекшілденуі, сізді халық қызметке қойғаннан кейін сіз компромисс таба білуіңіз. Осы болып жатқан, осы шырдап айтып жатыр, осы мына күл мен күл қандай шешім қабылдаймын? Сіз күл туралы ақша сұрап алмайтын себебі оны қолдамайды. Отырған облыста отқан ақсақаловтың өзі ертең Тоқаев келгенде жақсы жерлермен жүріп өтсе, қала дамып жатыр деген алдамшы күй ғана қалдыру. Сол қалады, сол проблема қалады ғой сосын. Ол қалады. Ал осы Тоқаевтың келгенін пайдаланып, осы ақша бөлініп жатқан, мысалы сол күлді бірыңғайлап шығатын жері болып, ол қоршалып жатса, ол құдай құп болар еді, дұрыс па? Ол бізге экологиялық, біз кешегі бокситтен экологиялық зардап шегіп отқан аймақпыз ғой. Мен біреулер айтады, арқалық керемет дамимыз, не болып кетеміз деп. Облыс ашылғаннан чиновниктер көбейгенде бізге ештеңе өнбейді. Бізге өндіріс керек дейміз. Өндіріс бізде жоқ екені белгілі. Білесіздер, 20 мың қойлық бір бағдарлама үстінде ол қалды, сүт фермасын ашамыз деп, отчет істерше көріп жатса, соның барлығы құр сөз естіп. Проекттер көп. Бюджеттің ақшасы ол арнайы бір жобаға бөлінетін ақшалар. Ол жоба бізге керек па, керек емес па, бірақ сол жобаларға аэропортқа су тартып жатырмыз. Колоссальный ақша. Ол аэропорт ертең бір самолет Алматы Астанаға ұшуы мүмкін, күнде ұша береді деп айта алмаймын. Себебі мына жол салынатын болса, аэропорттың вообще невостребованный болып қалады. Екіншіден, тальго пойыз жүрген білесіздер. Халықтың жоқтығынан жабылды. Осы проект болашағы бар ма, жоқ па? Причинасы билет қымбат. Билет қымбат, халықтың әл-ауқаты төмен. Төмен. Аша өлмейді ғой, дұрыс па? Сипур терека общиймен жүрміз ғой. Общий. Төсек жоқ. Барасың, жатасың мынау тақтайға, сонымен барасың Астанаға дейін. До сих пор аэропорт көреміз, уақыт көрсетеді. Керек па, керек жоқ па? Бәріне уақыт көрсетеді. Иә, уақыт. Аэропортымыздан дамып,
шетелдерге самолет жүріп, соның басында билет болмай қырылып жүрсе, мен қуанбасам ренжімеймін. Өйткені ол баяғы менің бала кезімде ол аэропортта бір керемет болатын. Біз бала сонда барып, маршрутпен барып жатып, бір нететінбіз. Сондай заман болса дейсің, бірақ ондай заман бол. Бірақ шындыққа тура қарайтын да кез келді. Біз болашақтың бір 5-6 жыл бұрын ойлап қоюымыз керек. Институт аштық. Университет, иә, университет аштық, айқайлаттық, шулаттық, керемет деп. Ашылған мамандық көрдіңіз, 2-ақ мамандық. Біреуі туризм, біреуі логистика деген. Қазір бізде қаламызда студенттер жоқ, абитуриенттер. 4 колледжіміз бар. 4 колледжде бала жоқ. Недобор. Қараңыз, сіз саланау институт жанындағы общаганы 30 баламен 1 жыл ма 1,5 жыл ұстап отыр. 30-ақ бала. Қалған, получается, 90% бос тұрды, жылуға ақша төлеп 100 миллион сыртында колледж қарызға кірді да, оны тапсырдық. Потому что жатақханаға деген сұраныс жоқ. Енді ол жатақхананы алдық та институтқа бердік. Бізге сырттан студент жоқ. Қазір студенттер жоқ. Енді қазір биыл қандай набор бар екен білмеймін. Бізде егер осындай мәселелерді алдын ала шешіп, мысалы компактный, сіз мысалы үйіңізде сіз 3 адам тұрып 11 миллион тұрмайсыз, өйткені жылуы бар, сол сияқты. Сондай осындай бір менеджерлер билікке келсе деймін ғой, түсіндіңіз ба? Мысалы, анау бүгін ертең общага спрос болмаса, студенттер саны өспесе, бізде қазір ең востребованный, қазір бізде үйлер. Очередь. Соны малосемей қылып, реконструкция жасап, соған берсе, ол жаман болмас еді. Ал қазір оның жылуын ұстап тұрған біздің институттың жағдайы келе ме, келмей ме? Егер бала жоқ болса, онда сондайға беретін болса, сосын бала өсіп, үлкен бір оқу орны болса, салып алу қиын емес қой біздің. Бір-ақ жылда саламыз любой дүниеге. Сондай дүние. Біз бірақ жалпы енді осыны институтқа бердік, қазір институтты сорлатып, соның жаңа теплосын төлеп тұруға, бірдеңе істеп тұруға, соған жаңа ақшасын бәрін салады, аяғында не ол бала толмайды, не ол өзінің басқа мақсат жұмсайтын ақшасын жылуға жұмсайды. Сондай мәселелер бар, айтылады. Жалпы осындай мәселеге қарау керек, осындай тұрғыдан. Мәселе біраз бар. Мәселе бар. Кеше Назарбаевты қазақтың маңдайына біткен үлкен керемет тұлға осы болман өлетін ек деп ақындар өлеңде шығарды ғой. Қайрат Боранбаевты керемет қылып соның бөлген ақшасын бірдеңе салып жатыр деп қазір мадақтап жатқан жерлестеріміз көп. Сол Қайрат Боранбаевқа бауырым, сен біздің ауылдың жерлесің ғой. Егер сен осындай ақша ұрламасаң, осы салып жатқан здание, осы салып жатқан құрылыстың әрбір ауылда болуы мүмкін еді ғой. Дұрыс па? Айналдырған 100-200 адам біздің мемлекет тонады. Оны жасырмау. Біз соларды тонаған, сендер тонадыңдар. Соның ұрпағы ұялу керек, білу керек. Жоқ, біздегі топтар өзіңіз ойлаңыз, мына жақтан күрек деп ақшаны қалтаңа салып, оның 5 сомын қайыр садақаға беріп жақсатып бола алмайсыз ғой. Сондықтан осы үрдіс тоқтау керек деп ойлаймын. Мен жалпы көзқарасым сол. Дұрыс па? Дұрыс. Сондықтан осындай мәселелер айтылып тұру керек. Өйткені кімнің Алаштың ардақтыларын осылай құрттық қой біз. Дұрыс па? Осылай құртты. Алаштың ардақтыларын кеше Міржақыптарында бертінге ақтап алдық. Ахметтерімізді кеше бертінге ақтап алдық. Енді біз соларға біз тек тойлап қана беріп жатырмыз. Солардың бауырлары, солардың ұрпақтары тұратын ауылдардың жолын қарасаң, жылағыңыз келеді. Анау Міржақыптың ауылын қараңыз, кешегі сүйегін қазып әкеп қойған Москваның түбінен. Мынау Кіміңді қараңыз, Ахмет ауылын қараңыз, жолдары жоқ. Мүмкін экономикалық жағдай әлі ертіс, бірақ ол халық көшіп жатқан жоқ, дұрыс па? Егер сондай жақтардың бәрін ғажап қойса, біз тұрып жатқан жеріміз жақсы болып жатса, мысалы Амангелді мен Торғайдың бюджетін қарасаңыз, енді ұят. Өйткені кішкентай халықтың жоқ, халықтың жаппай көшуі, даламыздың бос қалу, ауылдардың бәрі құлауы, бұл біздің қазір саяси билікті Тоқаев қолға алғаннан бері өзгерістер болады деп сенемін. Анау мынау деп жұрт айтса, себебі қазір уақыт керек. Ол кісі қазір сырт саясатты жобаға келтіріп алды, енді ішкі саясаттың айналысады. Ташкент көрген Тоқаев қой, Ташкент көрген Тоқаев бұл мемлекеттің дамуы, қазақтың дамуына бұл жаны ашитын адам деп ойлаймын. Бұл жемқорлық жүйені тоқтату үшін уақыттар керек. Сол уақытқа төтеп беріп, соған біз көмекші болып жүріп, осы шындықтар айтып жатсақ, соның өзі бір мәртебе. Бүгін сені таптап жек сұрын деп жатқан кісілер бар. Жаңа қаланың бүкіл боғын шығарып жатсыңдар, айтып жатқан азаматтар бар, үлкен кісілер бар маған. Солардың барлығы ертең осындай жағдайда мынау сол кез осылай болғанда осылай болмас еді. Осы айтқаным ұят болды ау дейтін заманды көрсем, аман болады. Всем ассаламу алейкум, мира и добра.